Бай қуатты болайық. Осы бір есті сөзді архивтерден ғана естіп жүргенімізге бір жыл. Қайырлы таң көрермен. Бүгін қазақ журналистикасының ардагері Нұртілеу Иманғалиұлына арналған көрменің ашылуына келдік. Патша көңілді көрермен деп, көрермен көңілінен ойып тұрып орын алған Нұртілеу Иманғалиұлының дүниеден өткеніне бір жылдан асты. Тірі болғанда қазақ журналистикасының мэтрі биыл 70 жасқа толар еді. Мерейтойымда халқыммен кездесемін деген арманы бар еді дейді жақындары. Ол 70 жасқа жеткен жоқ десе де арман орындалды. Алматыда телевизия ардагерінің құрметіне бай қуатты болайық атты көрме ашылды. Алматы музейінде ашылып жатқан көрмесі өзінің жоспары болатын. Биылғы жылды 70-ке толатын жылы ғой. 70-ке толған жылында патша көңілді көрерменмен еліміздің әр өңірін аралап, көрерменмен жүздесіп, кездесіп, осындай өзінің творчествосынан жаңағы қолданған заттарынан наградалар бар, киімдері бар, осындай кішігірім көрме ұйымдастырамын деген кітабында жоспарлап қойғанбыз. Енді оған дейін жете алмады, бірақ енді өзі жете алмаса да, сол көрмесіменен жоспарын, арманын орындайық деген мақсатпен осы көрмені ұйымдастырып жатқан жөніміз бар. Көрмеге журналистің эфирге киген киімдері, наградалары, қолжазбалары мен қанжар, қамшы сынды 200-ге тарта жәдігер қойылған. Көрменің ашылуына Нұртілеу Иманғалиұлымен иық тіресіп жүрген достары, әріптестері мен журналистика алаңына қосқан шәкірттері қатысып, ыстық естеліктерін бөлісті. Бұл көшпелі көрме, сондықтан еліміздің бірнеше аймағында ұйымдастырылады. Өзінің өміріне, творчествосымен байланысты болған облыстар, қалалар, мысалға, бұдан кейін бұл оңтүстік өңірі ғой. Оңтүстік өңірі арғы Түркістан облысы, Шымкент қаласымен байланысы өте көп. Шымкент қаласындағы облыстық өлкетану музейінде болады. Одан ары қарай батысқа барады. Атырау, Ақтау өңіріне де көп хабарлар жазды. Ол жақтың азаматтарымен де байланысы болды. Ақтау, Атырау өңіріне, одан кейін Абай облысына келеді, Семей қаласына. Семей қаласында Абайдың үлкен қорық мұражайы бар ғой. Сол жерде бұл кісі бай қуатты болайық деген көшпелі хабарын осы музейде бар. 2-3 рет барып музейде жазған семейлік тұлғалармен. Сол музейде өтеді. Содан кейін айланып Жетісу өңіріне келеді. Жетісу өңірі өзінің туған өңірі, қазіргі Талдықорған қаласы Жетісу облысында көрмесін одан жалғастырамыз. Нұртілеу Иманғалиұлы саналы ғұмырының 45 жылын қазақ телевизиясын арнады. Ол қатардағы тілшіден телерадио корпорациясының басшысына дейінгі жолды өтіп, телевизияның тарланына айналды. Эфирге шығар алдында дайындығын көрсеңіздер, таңғалар едіңіздер. Ол кісі міндетті түрде киім киісімен өзінің көрерменге деген қатынасын, көрерменге деген қарым-қатынасын білдіретін ол кісі. Дайындығымен, мысалы, ол кісінің эфирінің алдынан қаншама үлкен тұлғалар, үлкен танымал адамдар, білімді мамандар, білімді ғалымдар өтіп жатыр ғой. Солармен өз деңгейінде сөйлесе білетін. Бұның барлығы ол кісінің деңгейінің терең екендігін, журналистік ізденісінің мол екендігін көрсететін. Және өте кірпияз ғой ол кісі, кірпияз жаңағы. Бір костюмын ертеңінде қайтадан сол эфирге киіп келмейді. Өйткені ол көрерменді сыйлайды. Нұртілеу Иманғалиұлы саяси әлеуметтік маңызы зор хабарларды жүргізді. Осындай бағдарламалар арқылы көрерменнің түйсігіне жетер ой сала білді. Көпшілік жадында сұрағы нық, сөзі өткір журналист ретінде сақталды. Тіпті қазақ телевизиясында журналистің есімі берілген жалғыз бағдарлама Нұртілеу Иманғалиұлының есімімен аталды. Қазақ телеөнері 20 ғасырдың 60 жылдары басталған. Оның бастауында қазақтың нағыз зиялы қауым өкілдері тұр. Бірінен бірі өтеді олар. Сағат Әшімбаевтар, мысалы, Шерхан Мұртазалар, керемет, мысалы. Ал енді солардың ізін жалғастырушы орта буынның ішінде осы Нұртілеу Иманғалиұлы өзінің жан-жағындағы замандастарымен үлкен бір шоғыр болып келді. Бірақ солардың арасында мынау дода кезінде білесің, ол көкпардың аттары, мықты аттар доданы неше 500 атты болса да кеудесімен итеріп, додан алып шығады көкпарды. Осы қасиет
біздің Нұртілеу аға да болды. Нұртілеу Иманғалиұлы құрмет грамотасын алған журналистер одағының алтын жұлдыз сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Бастысы, ол қазақ журналистика тарихында қалың көрермен жадында ойып тұрып орын алған тұлға. Тіпті телевизия мэтрінің түйін сөздері халық құлағында әлі де жаңғырып тұр. Ол ел тілеуін тілеп, бай қуатты болуға шақырды. Ендеше Жалғанда жалған, жалғанда күйінген жаным сүйіне біл, ат үстінде айқайлап ән салғанда, тіле байланып, жаяу санталған дүние бұл депті. Еркіндікті асаған біздің кешегі ел жұртымыз.